Сәлем достар. Біз бүгін қаладан үйге қайтып жатырмыз. Ой, Нұрхан деген бар. Шымкенттен ауылға қайтып жатырмыз, Бізге ақ жол болсын. Осындай үйден шықтық та. Светофорда тұрмыз қазір. Үйге қайтамыз. Біздің үйге қайтқан жолды көрсетіп отырамыз сіздерге. Жол бойы түсіретін боламыз. 2 күн қондық, Шымкентке. 2 күн. Иә, 2 күн қондық, сонымен қайтып баратырмыз. Жан өсі әжесін сағынды Нұрәли. Әжемді сағынып кеттім ғой. Нұрхан, сен ше әжен шағындың ба? Ай, шағынымыз. Осылай Эстоға келдік. Папамыз күтіп отырмыз. Машинаның бір жерін көрсетіп аламын деп сосын балшаған мына жерде отыр. Біз отырмыз. Көшеде қарап күтіп. Қаладан шықтық. Біз қазір бір заправкаға тоқтап жейтін мана-мынауымызды алып аламыз, машинаға майымызды құйып аламыз, сонымен ауылға қайтамыз. Осындай Шымкенттен шығып жатырмыз. Машинамызды да бір қаладан уже шығып кеттік. Наяқта Нұрәли сөйлеп отыр. Нұрәли қаттасын? Наяқта Альфия жатыр. Наяқта Нұрәли. Наяқта Альфия ма? Альфия, Рахат, Альфия. Үнем машина мініп алады да, өз ыңғайлап жатып алады да, сосын кейін Рахаттан ұйықтап алады. Басқалары ұйықтамайды. Наяқтан Нұрәли. Нұрхан менің малдымда. Ой, қазір артқа өткіземіз Нұрханды. Осылай қайттық ауылымызға. Қазір заправкаға тоқтаймыз біз. Достар, біз түсіре алмай келе жатырмыз. Ар жақта, бір жақта, сол жақта енді күн әдем болып жүр ғой. Салқын болды да бұға дейін. Мына жерде көрінмей қалды ше. Қызғалдақтар күшті өсіп тұр. Қазір бір жақта жолда бар қызғалдақ көреміз. Өткенде анау ненің Темірландағы қызғалдаққа барамай қалғанбыз ғой. Біз наяқта күшті кілем болып жатыр ше. Просто мына жерде көрінбей тұр. Күшті болып жатыр. Адамдар жүр ана қызғалдақта. Ана қызыл-қызылдар қызғалдақтар ғой. Жақыннан түсіреміз кейінірек. Біз өзіміз жақта бар. Созақ жаққа қарай, Шолаққорғанға қарай. Заправкаға келдік. Қазір үш жерден ананы аламыз. Су жолға жейтін аламыз да соны. Созақ, Шолаққорған бізді көттік жаққа барамыз. Иә, заправкада магазин бар, бұл біледі. Заправканың ішіне кіріп келе жатырмын. Ой, мықты. Қазір не аламыз, не бар екен мына жерде жейтін? Біз магазинге кірдік. Заправкаға магазин кірдік, мықты. Не бір сәттілер қойып қойды бұларда. Нұрхан кетті. Нұрхан, мықты не аласың ба? Заправкаға кіріп шықты. Ашықта Нұрхан, құрт алып мықты. Мындай бургер ғана бар екен ше, басқа не шоу екен. Мындай бургер алдық. Раяна мен Нұрәли бұндай жемеймін деді. Ашып беріңдер дейді. Ашам. Мен ашып берші. Содан чипсы, су, альбени, мындай дизи, сондай нәрселер алдық та, сонымен шығып кеттік. Бургердің дәмін көреміз. Қалың екен. Ой, сен жейсің ба балам? Жейсің ба? Мен алдымен кетіп жатыр бұл. Бургерімізді жеп, Нұрхан чипсы жеп. Қыздар нақта бургер, чипсы, жеп. Кетіп барап біз Темірланға келдік. Шымкенттен кейін Қызыл көпір ма? Қызыл көпір емес пе? Темірлан ма бірінші? Бірінші Темірлан, одан кейін Қызыл көпір, солай. Сәлем дей ма? Біз деген үйге келдік. Шаянға келдік. Жоқ, әлі ауылға дейін. Бір сағаттай жол бар әлі. Біз Шаянға келдік. Темірланнан кейін Қызыл көпірден кейін Шаянға келдік. Шаяннан өтіп енді Қытай қаласы. Шаянды көреміз, қайтамыз. Шаянны несінен өтеміз ғой, шетінен өтеміз ғой. Шаян орталықтар ар жақта ғой, шетінен өтіп қазір. Одан ары қарай бізге примерно Құдай қаласа бір сағаттық тағы жол бар. Иә, бала-шаға, иә? Иә! Осындай Шымкенттен Созаққа қайтқан кезде көбісі таң қалады. Анау Жетісайға, Сойға баратқан кезде ауылдар көп қой. Бізде наоборот жазық жерлер көп. Бір айдала сияқты көрінеді, ондай емес дегенсің ба? Наяқтан бәрі жап-жасыл әдем болып жатыр ма? Жаңбыр биыл жақсы жауып жатыр ғой негізі. Достар, мінекей біз Созақ ауданына келдік. Өзіміздің ауданымызға келдік. Біз жақта күн салқын болады. Жел соғып. Наяқта Бәйдібек ауданы бітіп, Созақ ауданына өзіміздің ауданымызға кірдік. Наяқтандар. Табиғатымызды қараңыздар. Нұрәли атасы мен әжесін сағып кетіпті, соны айтамай жатыр камераға.
табиғат әдемі болып тұр. Созағым. Күшті болып тұр енді. Биіктен еще әдемі көрінеді. Камера онша білдіре бермейді ғой несін әдемілікті. Бұл жерлерде қыста қар толып отырды. Жерде біздің бүркіт тауымыз бар. Таудың төбесінде анау жерде бүркіт бар. Соның өзі сондай бүркіт тау деп аталады. Бүркітті көріп тұрсыздар ма? Бүркіт тау деп аталады. Сол жаққа келдік. Мына жерде баяғыда біз қазір жоқ ше, бұрындар мына жерлерде қымыран сондай сатылатын тұғын. Қазір жоқ бұл жерде, қазір тек. Білмеймін не бар екен, бар ма қазір қымыран дегенде жоқ иә? Бүркіт тауға келіп тоқтадық. Балаша аяқ қолын созғысы келді шамал. Осы жерге тоқтап, мына жерде. Иә, мына жерде бұлағымыз, бұлақ бар. Жақтан шама аяқ созып, балаша шамал сергі бірші ары қарай тағы жол жүреміз. Достар, біз ауылымызға келдік. Біз осы Шолақ Қорған деген ауылда тұрамыз. Мінекей мына жерде қорғанымыз бар. Мінекей Шолақ Қорған, кешке концерттер бәрі жанып тұрады. Осы біздің ауылымыз. Біз ауылдың орталығына қарай шығамыз. Сол кезде тағы бір түсірме. Ауылымыздың орталығына кіріп келе жатырмыз. Жаңадан ашылған кітапханамыз. Мынау не? Мынау не? Свет, оңтүстік жарық. Мынау музей. Сұлтанбек Қожанов па? Музей мынақты жаңадан соғылып жатқан тойханалар. Мынау жаңадан соғылған қонақ үй. Осындай тура орталығында келе жатыр, орталық көшесінде. Мынау жастар орталығы. Шолақ Қорғаннан Созақ ауданының орталығы да. Жаным сағынып кеттім. Столар, мына жерде парк бар, оның ар жағында мектеп бар. Тура мектептің алдында соғылған парк. Шолақ Қорған мектебінің алдында соғылған. Алда тіке жүре берсек. Көп иә? Базар бар. Мәдениет үйіміз бар. Больницаның барлығы осыдан тіке жүргенде. Бәрі алдымызда. Ой, үйімізге де келдік ау, шүкір. Осы жерден бұрылып. Ең соңғы көшеде тұрамыз біз. Баяда тұрмысқа шыққан кезде, ой сақтарда жүрген кезде қаяқта жүрмін деп ойлайтын емше. Сөйтіп жүрген уақытымызға да 10 жыл болды. Үйімізге келдік. Всем пока.